Бүгінгі тақырып басқа белгілер бойынша диагноз қою тақырыбы. Белгілері: егер көзіңіздің астында қара шеңберлер, қара дақтар пайда болған болса, денедегі бұзушылықтар бүйректің және жүректің қан тамырының жұмысының бұзылуы болып табылады. Шаш түсінің белгілері көбінесе анемияда және витаминдер, дәрумендердің жетіспеушілігінен пайда болады. Тәбеттің жоғалуы, дәрумен жетіспеушілігі, жүрек, асқазан, ішек немесе бүйрек ауруларының белгілері болып саналады. Жөтел 2-3 аптадан асқан жағдайда тездетіп дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Ауру асқынған жағдайда сізде созылмалы бронхит, демікпе, жүрек ауруы немесе қатерлі ісік өкпесі пайда болуы мүмкін. Егер құлағыңызда шу пайда болса, ондай жағдайда сізде қан тамырларының тарылуы және қан қысымының жоғарылауы, осы белгілер пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәрігерге қаралыңыздар, ауырмаңыздар.